Сәлеметсіздер ме? Сіздермен аяулым. Бүгінгі видеомызда осындай сумкаларға арналған мынандай қапшықты тігіп үйренетін боламыз. Қапшықты қалай тігу керегін сіздерге осы видеода көрсететін боламын. Әркім өз өлшемі бойынша кез келген түрін тігіп алуға болады. Материалменде 100% мақта. Кішкене қаттырақ болғаны дұрыс. Сонда отырған кезде өз формасын ұстап тұрады. Қапшығымның өлшемін айтатын болсам, ені менде 23 сантиметр, ал биіктігі 25 сантиметр. Егер сіздерге менің түсірген видеоларым, тоқымаларым барлығы ұнайтын болса, онда менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде комментарий жазыңыздар, лайк басып қойыңыздар. Мен оған өте қуанышты боламын. Сұрақтарыңыз болса, қоюды да ұмытпаңыздар. Олай болса, осы қапшықты қалай тіккенімді көрсетейін сіздерге. Бізге сумкамыздың ішіне тұратын дорбаны тігуіміз қажет. Менде осындай мата алдым. Бұның құрамы 100% мақта. Осындай ақ 2 дана осындай мата алдым. Егер де сіздерде үлкен болса, мына жақтарын жанын, яғни астын бүктеп алсаңыздар да болады. Менде осындай қалдық мата болғаннан кейін жеткені осы болды. Енді өлшемін айтатын болсақ, бізде негізі былайынан тігіледі. Мына жағы менде 25 сантиметр, ал мына ұзындығы, биіктігі 32 сантиметр. Біз ішінде қапшықты осы сөмкеге дәлдеп тігетін боламыз. Менде ең соңғы нәтижесінде менде осы мына жері 25 сантиметрлік мөшік шығу керек. Соған дәлдеп өзімізге өлшеп аламыз. Енді экранға сиятындай етіп алайын. Енді мұнда мен өлшеп қойдым. Міне, ең басынан бізде жан-жағында мұнда тігуге арналған припустар қалдырылған. Мұна менде өлшетін қалам, осылай белгілеп аламыз. 1 сантиметр жоғарыдан. Одан кейін мына ортасына мен 8 сантиметр қалдырдым. 8 сантиметр. Одан кейін 2 сантиметр. Бұл жерде бізде, яғни жіп өтеді. Сол себепті осылай 2 сантиметр. Одан кейін бізде қалды 21 сантиметр. Енді мына жағында дәл солай өлшейтін боламыз. Бір сантиметр. Одан кейін 8 сантиметр. Және 2 сантиметр. Осылай белгілеп алдық. Мына 2 сантиметр бір-біріне қосып алсаңыздар да болады. 2 сантиметрді. Міне, енді бізге ары қарай не істеу керек? Енді бізге мына жан-жақтарын барлығын оверлокпен жүргізіп алу қажет. Егер оверлок болмаған жағдайда, онда машинаның зигзагымен жүргізіп алсаңыздар да болады. Осылай қазір мен екі жағында бірдей, осы асты үстінде солай шеттерін оверлоктап алатын боламын. Осылай матамызды қойып, енді оверлокпен жүргізетін боламыз. Міне, мен матамыздың 4 бұрышында барлығын 4 жағында осылай оверлокпен жүргізіп алдым. Енді ары қарай екінші данасында дәл осылай қайталайтын боламыз. Міне, мен 2 данасында бірдей тігіп алдым. Енді машинаға барамыз да осы тіккеніміздің жан-жақтарын машинада жүргізетін боламыз.
машинамызды дайындап алдық. Енді мына жерде біз мына сызықты сызып қойдық. Бұл жерді былай тікпейсіздер. Сол себепті мына арадан қазір мына сызыққа дейін, одан кейін ары қарай айландыра тігетін боламыз. Шеттерін барлығын бір-біріне келтіріп аламыз. 1 сантиметр тігіске орын қалдырамыз. Тіккен кезде ең басына закрепка қоямыз, одан кейін мына сызыққа келген кезде закрепка қоятын боламыз. Сызыққа дейін тігіп алдық. Енді ары қарай осы сызықтан ары қарай жүретін боламыз. Бұл жерде де дәл мына сызықта кейін закрепка қоямыз. Енді біз астыңғы жағын тігетін боламыз. Енді екінші жақ жағын тігеміз. Екінші жақ жағын тіккенде мына сызыққа дейін тігеміз, одан мына ортасын қалдырып, келесі жағын тігетін боламыз. Енді үтікке барамызда, мына жанындағы тігістерін бұлай ашып, үтіктеп аламыз. Екі жақ жағын осылай жатқызып үтіктеп алдым. Мына жерде біздің осылай тесігіміз бар. Яғни бұл жерден біздің байлайтын жібіміз шығады. Екінші жағы да дәл солай міне. Енді бізге осылай қойып, мына үстіңгі жағынан өзіміз қаншалықты бүктейміз. Осылай 1 сантиметр, мен 1 сантиметр қалдырдым. 1 сантиметр осылай бүктеп, одан кейін біздің мына жердегі 8 сантиметрімізді осылай бүктейміз. Біздің мына тесігіміз ішіндегі осы мына біткен кезде үстінен қалу керек. Солай бірінші былай үтіктеп алу керек, одан кейін мына жерін дәлдеп үтіктеп аламыз. Міне үтіктеп алдым. Бір қайырып осылай үтіктедім, одан кейін мына жерде енді бізге машинада мына шетінен жүргіземіз қазір. Осы жерден жүргіземіз, одан кейін бізде тура мына тесігіміздің үстінен және тесігіміздің астынан жүргізетін боламыз. Ыңғайлы болу үшін алдыңғы жағын алып тастадым. Мұнда тіккен кезде мен лапканың шетіне бірдей қоямын да, мына шетін сонымен тігетін боламын. Бір рет айландырып тігіп алдық міне. Енді мына тесігіміздің үстінен тігуіміз керек. Қазір мен белгілеп алайын бұлай. Міне мен осылай белгілеп алдым. Қазір мында салғанда ол қанша болады? Тура мұнда 20 сантиметр екен. 20 миллиметр.
20 мм тура ала берсем болады екен. Міне біздің тіккен мүшегіміз дайын десек болады. Енді мына жерден жіпті өткіземіз. Бір жағынан бір жіп, екінші жағынан екінші жіп. Біздің қапшығымыздың ішіне осындай сумканы тоққан жіптен өткізетін боламын. Ол үшін маған мындай нәрсе керек болады. Қысып аламыз да. Енді өткізгенде мына жағынан өткізіп, мына жерден шығармаймыз, ары қарай қайтадан өтіп кетеміз. Өтіп кетеміз де кірген жерімізден қайта шығамыз. Енді екіншісін аламыз. Дәл солай жасаймыз. Қысырып аламыз, тек екінші жағынан кіргізетін боламыз. Міне бізде қапшығымыз дайын. Осындай пайда болды. Мынаны былай тартқан кезде бізде міне осылай жиналатын болады. Осылай ашылады. Енді осыны мына сумкамыздың ішіне саламыз. Ішіне енді әр нәрсемізді салып, жауып, осылай ұстай берсек болады. Егер бұдан үлкенірек керек болса, үлкенірек етіп тігуге болады. Әркімнің өз сумкасының өлшеміне байланысты тігетін боласыздар. Егер де сізге ұнаса, онда міндетті түрде менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып қойыңыздар, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған аяулым келесі видеоларда жүздескенше.